Құрметті көрермендер, сіздермен бірге Зага. Бүгінгі видеода біздер дейтін өте кереметтей брейнроттар ойынынан, укради брейнрот ойынынан біздер дейтін өте көп лаки блоктар ашатын боламыз, және де біздер дейтін мына жерде ең қымбат балықтарды аулап алатын боламыз. Осы брейнроттар кімге керек? Комментарийға жазып кетіңдер, мен сол адамдарға подарка етіп бере салатын болам. Маған брейнроттардың қажеті де жоқ. Өйткені сервер болғандықтан мен андай қайтадан жинап ала саламын. Так, енді бүгінгі видеода біздер дейтін базамызға перерождение жасайтын боламыз. Мына жерде тұрған лаки блоктарды ашатын боламыз. Қайтадан мына жерден біздер ең қымбат балықтарды аулап алатын боламыз. Видеомыз бастамастан бұрын арнаға тіркеліп осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше мен дейтін көп сөйлей бермей видеоны бастайын. Ал біз видеомызға кеттік. Так, короче, достар, енді біздер дейтін видеомызға да оралдық. Видеомыз басталмастан бұрын, достар, мына жақта біздер дейтін лаки блок келе жатыр. Видеомыз басталмастан бұрын бізде бірінші уже бір қайтадан жаңадан бір лаки блок келді. Қазір тез біздер дейтін лаки блоктарды ашып, перерождение жасайтын боламыз. Менің бір ойланғаным бар еді мына жерде ше, лаки блоктарды ашам, потом ол жерде ең мықты деген брейнроттар түсетін болса, оларды екінші аккаунтыма кіргізіп аламын деп ойлаған болатынмын. Бірақ алайда екінші аккаунтымен мен өкінішке орай кіре алмай жатырмын. Неге екенін білмеймін. Сервер мынау сондай деп жатыр. Енді неге екенін білмеймін. Енді сонда да ашып көреміз. Енді так, бісміллә деп біріншісінен бастайық. Мынау золотойдың соңында бастайық. Мына қалғандары простой деп ойлаймын. Енді так, мына жақтарда ешқандай лаки блоктар көрінбейді. Тағы өтіп қалып жүрмесін дегенім ғой. Так, ал бісміллә, кеттік біріншісінен көрейік енді. Так, қандай брейнрот түседі екен бізде? Так, опа, жүгір бас түсетін сияқты, по идее бар ғой. Мынау не дейді? Каротини, бір бәле. Брайнини, осындай бір брейнрот түсті. Секундына бізде $15,000 береді екен. Бағасы 4,7 миллион, 4,700,000 екен. Өкінішке орай нашар деуге де болады. Өйткені 15,000 деген не ол? $15,000 деген аз ғой. Мен ойлағам, бір андайлар түседі деп ше, бір мақты бір мынау зебра түсті. Мынау зебра өңкей. Бычыт бір бәлелер түсіп жатыр ғой. Мынау золотойды соңына қалдырып тұрайық қазірше. Ал бісміллә, кім түседі екен? Кән. Зебра түсті ма тағы да? Ой, мал. Жарайды, ничего, енді келесісін көретін боламыз. Және де бізде қандай брейнрот бізде? Ишак, мынау зебра қайтадан түсті. Өкінішке орай. Ничего, нормально. Айтпақшы, дауысыма анау-мынауға мән бермей қойдар. Мұрным кетіп жатыр өзімен өзі. Тұмау болып, анау-мынау болып, сондай отырмын. Так, бізде келесі брейнрот қандай болады екен? Так, бізде анау жүгір бас, мынау не бәле, мынау тигр ма? Тигрини, уатер бір бәле, сондай. Открытче. Жоқ, мыналарды қозғайық қазір. Мал. Ничего, нормально, так. Так, мынау неге? Мынау сатасайықшы, мынау керегі де жоқ бар ғой маған. Мынау прикинь, мынау ашылмай жатыр менде. Открыть деген сияқты нәрсе. Неге? Так, біз ұят. Бәрібір мен мыналардың ақшасын жинап алсайын, қазір по-любому мен бұлардың бәрін құртам ғой. Сата салайын давай. Сатам деп ұстап атқанын қарасайшы. Не деген. Так, давай сата салайық. Өкінішке орай, ничего, нормально, бірақ бізде $1,900,000 береді секундтан, достар. Өте кереметтей брейнрот. Мен үшін бұл мынау брейнроттың орны бөлек. Мынау ұят дей береді ғой, мынау қайта. Неге? Ашылу керек қой. Ашылмай ма не? Давай кеттік, ничего, андай золотойдан көрейік, кәні. Және бізде золотой, золотой брейнрот береді екен. Тигр. Бағанау жолбарыстың бізде андай голд версиясын берді. Так, менде айтпақшы голд версияда менде өткен алдыңғы видеода менде бір 20 ма 30 ба брейнрот болған болатын. Енді так, менде бұл осы бір-екі күн ішінде тағы 20 шақтысын тауып қойдым. Қанша қазір менде? Так, 47 скейм болыпты менде. 201 скейм болса менде базам золотой қылуға болады. Так, мына жерлерді көретін болсақ бізде ешқандай нәрсе жоқ. Так, лаки блок жоқ деген ғой. Так, енді амал жоқ. Мынау біз ешақ сатып бере салайын амалды. Сатып беремін давай. Ашылмайды екенсің ақыры. Құр бір.
Ничего, нормально, ештеңе етпейді, бізге керегі де жоқ, бізге лаки блоктардан бірақ көрсек аламыз бірақ. Ничего, нормально. Так, бізде келесі, менде қандай брендтар бар десеңдер, так, осындай мынау жаңа ғана бізде осындай лаки блоктардан түскен брендтар, және де мынау деген, мынау секундына бізде $260,000 береді, $6,500 береді. Ничего, нормально. Мұрным бітеліп қалып, мен сөйлемей айтырмын, дұрыс енді, айып етпей ақ қойыңдар, дауысыма мән бермей. Кішкентай секретный брендтар, қимайсың бар ғой перерождение жасауға. Амал жоқ енді, қайтамыз енді. Ничего, нормально. Так, келесі бізде оппа, базамызға обновление жасадық, в общем, перерождение. Так, біз енді 2 брейнрот кетеді. Так, бұл жерге бізде қанша брейнрот кетеді? 5 кете ма? 5 кетпейді, по идее. Так, енді бізде келесі оппа деп балығымызды аулаймыз, қармағымызды лақтырып, в общем, так, қандай брейнрот түседі екен? Так, бізде дейтін, так, тез басамыз. Бананин, в общем, сондай бананита, дофинита меді, қандай да? Сондай бір бәле түсті. Аттарын да білмейді екенсің бар ғой, еще тілін келмейді, бананита деп оттап қойсаң ғой, кішкентай бір бәлелер. Ойбай, мыналар өңке, акулар шығыпты, дельфин шығыпты. Ничего, нормально. Мен мұрным жаман болды. Айып етпей қойыңдар, даусым бытшыс болса, анау-мынау болса, мән бермей қойсыңдар ғой даусыма. Просто ойынға қарап отырсыңдар, өлі қорсын, балық түсіп мен әңгіме айтамын деп. Даусыма мән бермей қойыңдар. Жеги. Оппа, бізде мынандай зеленый деген орсын, золотой дейін отырмын. Орсын, ойбай. Так, бізде осылай жасылдан бізде бір 10 шақты болды ойлаймын, по идее, бір 10-ға да жете ма, или жетпей ма? Сондай скиндер болды. Ойбай. Скин деп орсын. Не айтып отқанды өзім түсіп отқан жоқпын негізі. Так, қандай бізде брейнрот түседі екен? Так, басамыз, тез. Оппа, бізде мынандай оркала ма? В общем, сондай бір бәле түсті. Акула ма, неме бәле? Балық па? Қарағанда жоқтың түріне. Әйтеуір, айтпақшы, бұл бізде событияның бітуіне бір ғана күн қалды. Бұл және де менде соңғы, в общем, брейнроттарым, в общем, енді қандай, енді келесте қандай андай басталатынын білмеймін, енді событияда болмайды жағыр енді, или болам екен соны. Егер білетіндерің болса, жаза бересіңдер ғой. Келесі события осындай болады, анау-мынау деп. По идее, менің ойымша жаңа жылға қатысы бар бірдеңелер шығады енді. Келесіде ше, андай асқабақ деген сияқты бар ғой. Триппи тропа, голд екен. Ничего, нормально. Так, менде 47 бар әлі. 47, бұл менде болып қойған, ол менде. Так, тез жинап тастайық. Қазір мынау уже сөз уақыты бітетін болды, мынау уже золотойдың ше. Тағы да бір андай лаки блок түсіп қалса қуанып кетер ме? Давай, басамыз. Және де бізде емай жасыл шықты, мұнан прикинь. Так, короче, достар, енді біздер дейтін қайтадан видеомызға оралдық. В общем, айып етпесіңдер, стопқа қойып қалыппын. Мен андай қылыпшы. В общем, шақырып қалды дегенде ғой. В общем, шақырып қалды, мен барып келем дегенше менде дейтін. В общем, мынандай бет қапты уже. Мынау су ма не еді өзі? Событие аяқталып қалған, өкінішке орай, енді біздер дейтін опа осылай аламыз. Және де мен 587 миллион жинап қойдым уже. Өйткені менде так қайтадан айтпақшы жақсы жаңалық, менде қайтадан лаки блок түсіріп алған бар енді. Так, көрікшкен. Опа. Неғып ашылмайды мынау? Неге ашылмайды? Қалай шығуға болады мынаның өзі? Қалай шығуға болады? По идее, мен серверге шығып қайттан кіремін, сол кезде ғана ашыла ма? Сондай бір бәлесі бар сияқты. В общем, так, мынаны бүйтеміз. И потом, так, бүйтсек, қолымызды ұстаймыз ғой, болмайды. Ничего, нормально. Енді так біздер айтпақшы не шықты бізде? Так, қанша секунд? 139 секундқа, в общем, базамыз 139 секундқа айланды. Және де біздерде дейтін, так, магазинге не шықты маған өзі? Оппана. Ойбай, бұның бәрі бар менде. Ана золотой голдтардың бәрі бар менде. Так, не бар бұяқта? Қандай нәрселер бар екен? Тест жүргізіп тест. Мынаны білмеймін ше, мен еші шлей біле бермеймін, бұлайна бар ғой түрлерін. Так, оппа, мынандай жасыл бар екен. И потом так, мынандай бар екен. Так, мынау бізде. Бұл бізде қақпан ғой мынау, сондай, мынау базаны алдына қойып қойсын, потом мынаған түскен адам бір 10 секундқа қатып қалады ғой. Сөз. Ал мынау не? Чат, мынау білетіндерім болса комментке жазып кетіңдерші, мынау масканы ше. Сосын ана уақытын белгілеп қойсыңдар ғой. What?
Қалай қалай? Мынау не мынау? Емайт, жыланбай екен ғой, мана стробери алсайыншы. Стробери фламинго ма? В общем, сондайды алсайық. Так, келесі бізде жасыл. Опа, жасыл, емайтан қараңдар. Мынау менде қолдың қанша түрі бар? Менде жасылы бар, сарысы бар, қарасы бар, қызылы бар. Бұл не істейді білесіңдер ма? Бұны мен білмейді екен бар ғой. Білетіндер комментке жазып кете салыңдар. В общем, бұл ойына хабарым жоқ. Мен бүйтіп жүрген адам ғой. Так, мынау бізде анда ғой. Анау біреулердің серверіне кіресің ғой, сервер емес енді ана осы серверге кіресің ғой. Осы бүкіл адамдар кіретін. Сол жерге кірсең осы бәле ғой, осы наконец-то менде ашылған екен. Осыны базама қойып қойды ғой, өз базамашы. Мен базама кіріп кетеді мен, и потом осы қойып қояды. Өзім құрсын алысып адам бар ғой мынадан. Так, осымен біз енді біздер дейтін видеомызды аяқтай тұрайық. Енді өкінішке орай қызық болмаса да, енді сендерге қызық болмаған шығар енді. Қызық болмаса ничего, енді нормально. Келесі видеоны қызығырақ қылуға тырысатын боламын. Келесіде лаки блоктарды қайтадан жинап, болмаса ең қымбат брейнроттарды сатып алатын боламын. В общем, енді осымен видеоны аяқтайын. Енді сендермен бірге болған Зага. Ал давайте амандықта жүздескенше аман сау болыңдар.